Бұл бірде Абайдың, енді бірде Қозы Көрпеш Баян Сұлу трагедиясындағы жантықтың рөліне енеді. Шыңғыс Айтматовтың жан азабындағы мәңгүртке айналады. Дәл осындай ірі рөлдерді сомдап жүрген актер өз үйінде сүйікті жар, балаларының қамқоршы әкесі, өз ауласында бау-бақшасын егіп жүрген қарапайым ғана бағбан. Бүгін жұлдызды шаңырақ иесі Рахман Омар. Сәлеметсіз бе? О, сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Көргенде қуаныштымын. Мынау сіздерге. Қош келдіңдер. Ой, рахмет. Шаңырақтарыңызға келгенімізге өте қуаныштымыз. Енді отбасы мүшелерімен таныспас бұрын алдымен үйіңіз туралы айта кетіңізші. Бұл шаңырақта тұрып жатқандарыңызға қанша жыл болды? Бұл енді жер үй. Иә. Адам баласы жерге жақын ғой. Ауылдан шыққан адам. Оның үстінде мен енді ауылдың өкілі болғаннан кейін әрине жерді жақсы көремін, гүлді жақсы көремін. Оның бәрін жеке-жеке тоқталамыз. Иә. Бұл 5,5 жыл бұрын алған үйім. Бір апа болды немересімен. Сол кісі енді осы жүзімнен бастап біраз жемістерді еккен екен. Мен де кішкене өз үлесімді қостым, біраз гүлдер ектік жұбайымыз екенбіз. Содан басталған Одиссея. Ауылдың баласымын дедіңіз, туған жеріңіз қай жақ? Туған жерім Айдынды Алакөл, Жоңғар қақпасы, Қытаймен шекаралас жерде, яғни достық бекетіне жетпей бір 100 шақырым бер жағында Алакөл деген көл бар, тура көлдің жағасында. Рахатай. Көктұма деген ауыл бар, асығып отырмыз, міне 1-2 күнде аттанамыз. Ой, керемет, жолдарыңыз болсын. Жақсы барып келіңіздер, сағынып баратын шығарсыздар енді ауылға. Енді әрине. Кім бар ол жақта? Ол жақта қара шаңырақ, 2 ағам бар, қара шаңырағымыз бар. Мынау бірінші жер үй ғой. Алдымен аулаңызды көрсек бола ма? Тек Инстаграм желісі арқылы көрем, бау-бақшаңызды. Жақсы. Жүріңіз. Мархабат. Көп рахмет. Жақсы, төрлетіңіз. Тура осы жерді мен триумфалды арка деп айтамын. Аха. Себебі? Арка сияқты ғой, өте әдемі, мына бір жемістің өзі самсап өстіп, мен мұндалап, мені жеш деп тұрғандай әсер еді. Достарыма таратам. Керемет. Соңғы кездер сондай болып жатыр енді. Барымен бөлісу керек қой. Иә, дұрыс. Жүзімнен өзге тағы да бау-бақшаңызда не өседі? Бізде алмадан бастап алмұрт, малина, құлпына, енді барлығы бар енді. Иә. Мына бір өсімдіктен бастайық, бұл самшит деген өсімдік. Қысы жазы жап-жасыл болып тұрады. Мен бірінші рет көруім. Иә. Осы өсімдікпен, табиғатпен жақын етене байланысты болғаннан кейін қызығушылық пайда болып, бұл өте жай баяу өседі. Мынаны еккенімізге мен айтайын, бір 5 жыл болды ғой келесі еккеннен. Қалғандар жанына кейіннен еккендер. Бұлардың сол бір ерекшелігі жап-жасыл болып тұрады, қысы жазы. Негізі максималды түрде? Бұл үлкейеді. Біздің бойымыздан асып барып, 3 метрге дейін барады, дұрыс айтып тұрсыз? Не дегенсіз? Соңғы өзінің өсуін тоқтатады, бірақ сол жанына өседі. Ол үшін шаш қиғандай қиып тұру керек. Біраз нәрсе біледі екенсіз ғой, сіз кәдімгідей. Негізі бау-бақшамен айналысасыз, оны Инстаграмға саласыз. Кәсіби тұрғыдан ба, жоқ әлде жай хобби ретінде ма? Бұл енді әуестік қой, әуестік ретінде. Бұл Ақмаралдың таңдауы. Осы көктемде ектік. Бірнеше шырша келдік. Енді бір қызығы, шырша өзі өте талғампаз өсімдік екенді. Сондай ағаш екен. Бірнешеу келдік. Соның біразы жерісінде көрсетем өсті. Біразы жерісін алмады. Сол қурап тұр, қазір қураған түрімен енді тұр. Оны енді алып тастау керек. Міне бұл енді сол жаңағы бұрынғы осы үйдің иесінің еккен алма ағашы, жемісі, мына жемістер. Бірнеше сорт алмалар еккен екен. Соны енді ары қарай бізге де аманат сияқты қалды ғой. Соны енді ары қарай енді баптап қолдан келгенше мінекей мынаған қараңызшы, қандай ғажап көрініс екен мынау. Енді пісіп жатыр бұл енді. Енді дәмі деген ерекше. Бір 3 түп алмұрт бар, үшеуі де тұр. Мінекей мына біріншісі осы, мінекей бұлар үлкейеді. Әзірге кішкентай. Осының барлығына қалай уақыт табасыз? Мына адамның жасына да байланысты деп ойлаймын. Өйткені кішкене жастау кезімізде бұған аса мән бермедік. Өйткені жаңағы танымалдыққа жұмыс істедік, өз-өзіңді таныту үшін, ақша табу үшін деген сияқты. Енді қазір 52-ден 53-ке аяқ басқан кезде адам отырады екен. Яғни бала-шаға бірінші кезекте, солардың қамы, содан кейін өзіңе жаныңа жақын дүниемен айналысу. Мен өз әуестігім бар. Бұл волейбол. Міндетті түрде волейбол.
Содан кейін моншаны жақсы көремін. Содан кейін арасында 4 мезгіл болса, сол 4 кезеңде аңға шығамын. О. Иә. Үйде менің құстың еті, әртүрлі сондай өстігім бар. Енді атамнан қалған, омар атамнан қалған. Содан кейін мына есік алды міндетті түрде. Шаршамай осында газон қырқу ең спорттың төресі десем болады. Оған қаншама физикалық қимыл керек. Ең басты рахат. Мына адамның сәбидің шашын алған сияқты тықырлап газонға қарасаңыздар, қазір сондай бір рахаттанып тұрмын да. Өйткені бүгін таңертең қырқындым да мына мен. Таңертең нешеде тұрасыз күнделікті? Мен 8-де тұрамын. Өтірік айтпай ақ қояйын, 8-де тұрамын. Содан ақырын-ақырындап тірлігімізді бастаймыз. Бала-шаға көмектесе ме? Жалпы үйдің тірлігіне? Үйдің тірлігіне ұлым бар, жаңағы үлкен ұлым бар, Абдырахман, соң кішкентай Микош деген бастығымыз бар, Мейрамбек. Иә. Барлығымыз осы жұмысты бірге атқарамыз, онсыз болмайды. Еңбекке баулу сабақтары өте ме? Бір қызығы, сол еңбекке баулу деген осы екен. Біз енді жер қазып, жаңағы бір ағаш шауып атқан жоқпыз ғой. Бұл да еңбек. Иә. Осының бәрін сыпырып, жасау, жинау, жаңағы апарып шығару, жылу, суару, оның бәрі сол баптауға жатады. Балаларыңызды қалай тәрбиелейсіз? Енді өзіңіздің көрген тәрбиеңіз бар, ата-әжеңіздің тәрбиесі, қазір енді уақыт өте келе барлығы өзгерді. Сіздің көзқарасыңыз? Әркім енді жаңағы коучтар, тренерлер айтады ғой, мынандай жолы бар, мынандай. Оның бір-ақ жолы бар. Баламен дос болу керек. Бітті. Соның іші бауырына кіріп, оның дос ретінде аралассаңыз, бүкіл шешілмейтін проблемалар жоқ, бәрі шешіледі. Ал жасөспірім кезінде балалар ашыла қоймайды ғой? Жаңағы ауыспалы кезең ба? Ауыспалы кезең. Иә, 13-14 жаста. Иә, менің балам қазір мысалы 15-те есею процесінде қазір. Көбінесе өзінің салмағы да ауыр ғой, өзінің салмағы деп мінезі ауыр ғой. Сонымен кейбір келіспейтін тұстар болады. Осы кезде оны басуға болмайды. Тиылуың керек, сен тежеп қалуың керек өзіңді. Эмоцияға бұрынғыдай үй дейтіндей, жаңағы хай дейді болмайды. Онымен санасу керек. Тіпті мен кішкентаймен де санасам мысалы. Бұл жағынан келгенде енді мен балаларға доспын. Енді ауылда бізде бос уақыт болмайтын, сабаққа барамыз, сосын үйдің тірлігі, кім мал ұстаса, сонды қораны тазарту, басқасы бар. Иә, Қызылорда облысы, Арал қаласынан боламын мен. Енді ауылдың әңгімесін айтып отырған себебім сол ғой. Ал қазіргі балалар, мысалы, қазір интернеттің заманы, ұялы телефонның, компьютердің заманы, осы тұрғыдан алатын болсақ, балалардың уақытын жақсы дүниемен толтыру үшін, мысалы, қосымшаға бару, басқа нәрсемен шұғылдану дегенге қаншалықты сіз атсалысасыз? Өте дұрыс айтасыз. Мектептен енді балалар әрине шаршап келеді, бірақ дегенмен де жаңағы қосымша өздерінің әуестігі бар. Мысалы, қызым қазір өзі суретші, сол өзінің сүйген мамандығына қазір дайындық үстінде. Ал екінші, одан кейінгі ұлым, бұл математик негізі. Класстан классқа секірген. Қазір айттым ғой, жасы 15-те, бірақ келесі жылы 11-ші сыныпты бітірейін деп отыр. Яғни өзінің класстастары, сыныптастары өзінен 3 жас үлкен. Абдырахман деген баламыз. Ол енді финансист болам дейді. Сол балалардың сол жас кезінде кім болатыны айқын болған дұрыс та. Мен 5-ші сыныптан актер, артист болатынымды білдім. Неге? Сол менің кім болам деген өзіңіздің қалауыңыз ба? Жоқ әлде үйде біреу өнерге жақын ба? Жоқ, мен енді әжемнің суып салмалық өнері бар, ән айтатындай деген. Бірақ мен сол өзім сол жас кезімнен кім болатынымды білдім. Көрдіңіз бе? Солай мақсатты айқын қою керек. Концерт қоятын ба едіңіздер ауылда? Билет сатып, көршілерді жинап қойып. Содан басталады ғой. Кім болдыңыз? Сіздің басты роліңіз кім болды ауылда? Мен пародист болғам десе. Кімге пародия салатынсыз? Адамға емес, адамдар да болады ауылда. Бір кейбірлерін дауысатын, көбінесе малдарға жасайтын. Көрші пранк дейді ғой. Көрші нағашы апамыз тұрады, атамыз соның жаңағы тауығын салам, ойбай тауық қорадан шығып кетті, жылқысын салам, қамаңдар деп, мен соны айтып күліп, соның барлығы қарап тұрсақ тренинг екен ғой. Практика. Болашақ актерлығына этюд екен оның барлығы. Сол Алматыға келдік, ананы сал, мынаны сал, дауысын сал дегенде біз дайын болдық. Көрдіңіз бе? Бұны аспаннан іздеген жоқпыз, ол жасап жүрген дүние. Сондықтан сондай қызықтар болды. Ал кіші ұлыңыздың қандай қызығушылығы бар? Нешеде жасы? Ұлым 7-де. Микош деймін ғой, бұл енді осы бала біздің жолды қуама деп ойлаймын. Бірақ бұл бір қызығы, бұл математик бұл да. Қазір 1-ші сыныпты бітірді ғой, 3-ші сыныптың бағдарламасын жақсы біледі. Көбейту кестесін жатқа біледі. Ол енді 3-ші сыныпта ғой.
содан кейін ән айтқанды жаңағы менімен бірге қалыспайды. Ол да блогер, менің қасымда кішкене мини-блогер. Басын тығып алады да, ал құрметті достар деп кірісіп кетеді. Сонымен енді оны тежемеймін ғой. Өзімен бір тартқан қағылез осы өнерді осы бала қуама деп ойлаймын. Өнерге келсе қарсылығыңыз жоқ па? Жоқ, әрине, мен қайта дайындаймын оны. Енді біреулер айтады, өнер жолы қиын дейді. Ер азаматқа бір нақты мамандық керек дейді. Енді ол егер бойында ондай бір қасиетті байқасақ, оны ашу керек қой. Иә. Оны мен прокурор боласын деп дайындағанмен оның жүрегі басқа соқса қалай болады? Мына гүлдерге келді. Келіңіз. Ер азаматтың гүлді жақсы көрген бір түрлі күні, дегенмен де қараңыздаршы, қандай рахат міне. Жақындайық былай қарай. Иә. Міне мынау гибискус деген гүл. Бұның жаңағы түр түсі өте әртүрлі. Ағы бар, әлемдегі бар түс бар. Мен қалағаным осы түс. Өзім аспан түстес, көк түсті жақсы көремін. Менің сүйікті түсім. Қарап, рахаттанып, жаңағы ми тынығып, бәрі релакс қой, айтқанда. Мынау енді өрігіміз. Көрейік енді. Бар ма бірдеңе? Ойбай, бәрін түсірмейік, обал болады. Иә. Пісіп кеткен ғой, көрдіңіз ба? Пісіп кеткен. Нантта сіз жуып жейсіз қазір? Күшті. Иісінің өзі қандай? Ал енді отбасыңызбен танысайық. Сөйтейік. Сәлеметсіз бе? Енді жан-жарыңызды білеміз. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Көргеніме өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Көп рахмет. Таныстырып өтіңіз, бәлкім бір көрермен білмейтін шығар. Ғабит Мүсірепов атындағы театрдың танымал актрисасы, менің коллегам, менің сүйіктім, менің жарым, балаларымның анасы Ақмарал Дайрабаева. Шаңырақ көтергендеріңізге қанша жыл болды? Ал қай жылдан? Есепте? Екеуі де ойланып қалды. Ортақ немен санасақ 18-19 жылғы. 19 жыл. О, керемет. Алғаш танысқаннан бастап дейсің? Иә, танысқаннан бастап санасақ. Өмірде де, өнерде де қол ұстасып жүру қиын емес пе? Қайта қызық қой, мен сөйлемей қойшы, баған сен сөйле. Бәрі сөйтіп айтады. Сіздер де жұмыста да, үйде де бірге жүресіздер, қалай жалықпайсыздар ма дейді. Жоқ, керісінше біз жұмыста әріптеспіз. Бірін-бірімізді әйел күйеу деп санамаймыз. Үйде енді отанасы, отағасы боламыз. Ортада өзіміз доспыз, сырласпыз. Бізге ешқандай бір не жоқ, скучно деген әңгіме жоқ. Өзіңіз қай жақтан боласыз? Мен Кеген ауданынан. Кеген Нарынқол жақтан. Албан. Енді анамыз, апамыз осында, таныстырыңыздар. Бала-шаға осында. Отбасымыз мінеке. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Отыра беріңіз. Амансыз ба? Анамыз? Үлкен қызымыз ғажайып. Онан кейінгі мінеке үлкен ол Абдрахман. Соң кейін кенже төре біздің Мейрамбек. Мико! Сәлем, Мико. Қалайсың? Жақсың ба? Сенен қазір сұхбат аламыз, иә? Жақсы. Сіздермен бөлек әңгімелессек рұқсат шығар, иә? Отыра беріңіздер, мен сіздердің жандарыңызға орын аласайын. Анамыздың есімі Табысқан. Табысқан? Содан бастаңыз, иә. Табысқан ханыммен. Ең қызығы осыдан басталайын деп тұр ғой. Ал апа, қалыңыз қалай? Жақсы. Аман есенсіз бе? Жақсы, жарым Алла жар болсын. Сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Есіміңіз ерекше екен. Табысқан апай. Кім қойды есіміңізді? Әжем мен атам қойған. Менің Македан деген ағайым соғыста кетіп қалған ғой. Сонда мен 45-ші жылы соғыс аяқталған соң 14-ші мамыр күн туған ғой. Сол соғыспен табыс аяқ деп атымды Табысхан деп қойған екен. Бірақ ол кісі келе алмады. Бірақ Москвада қазір ескерткіште бәрі суреттер тұр. Мынандай ғажап жерде осындай шаңырақта тұрып жатқаныңа сіз де бақытты шығарсыз, иә? Өте бақыттымын. Осы бала-шағаның арқасында осы бала-шағаммен отырғанның өзі неге тұрады? Сендерде кісілер келіп жатқанның өзі неге тұрады жарығым, Алла жар болсын. Рахмет, көп рахмет. Енді бала-шағаның тәрбиесімен көбінесе өзіңіз айналысады екенсіз. Әрине. Қызымыз да отыр. Есіміңіз? Ғажайып. Ғажайып, өте қуаныштымыз. Қалайсыз? Мектеп бітірді деп естідім. Құтты болсын. Өзіңіздің суреттеріңізді ала келіңізші деп айттым, себебі жаңа әкеңіз бір сөзінде айтты. Суретті жақсы салады деді. Көрсек болады ғой, иә?
таныстырыңыз енді өзіңіз. Экзаменационный сурет. Аха. Мен экзамен тапсырдым универге түсу үшін и 100-бальный шкала болды, 100-ден 100. О, керемет. Иә. Стажировка болды. Аха. Дайындалдық, сол 9 ай дайындалдық. Осы болды. Бастапқыдан адамның басын салатын біз. И осындай болды. Суретке деген қызығушылық қай кезде пайда болды? Кішкентай кезінен бері бар. Ең алғаш балабақшада жай өйстіп каракули салғанда, басқа балалардан қарағанда менікі более четкий, әдемі болып шыққан. И сол кезде мен байқадым, менде бір талант бар екенін. Болашақта кім болып көресіз өзіңізді? Графикалық дизайнер. Бұрындары ондай мамандық болмайтын, иә, апа, иә? Ондай жоқ еді ғой. Иә. Олар бақытты. Түп атасынан тараған ғой, негізінде аталарды сондай суретші болардың әкпілері. Содан неткен ғой. Енді әр отбасының өзінің заңдылығы, тәртібі, тәрбиесі болады ғой. Сіздерде қалай? Енді тәрбие тал бесіктен басталады дейді ғой. Осы мына әке-шешесінің, ата-анасының тегіне тартады ғой негізінде, барлық тектіліктен. Тәрбиенің бәрі содан басталады. Өздеріне де Алла Тағала сана берсін, өздерінде несі бар, санасы өздерінде, имандылық барлық өздерінде бар, бойларында бар, өйткені ол тегінен тараған. Енді әке-шешелері көбінесе түзде жұмыста жүреді ғой. Аха. Оларда ертең кетеді, кеш келеді, репетициясы болады, біреу сондап келеді оңай емес, шаршап келеді. Сондайтыр жақсы болсыншы, көңілдер бөлінбесінші деп, бірімізді бірге біріміз қарап, бала-шағамызбен үйде олар тосып отырамыз. Ол да бізге бір үлкен ғанибет қой, өте шүкіршілік Аллаға сондай жақсылық қойылды. Ол бақыт бізге. Өзім үшін ол бақыт. Балаларды тосып алып, олардың қас-қабағына қарап отыр, олар мен қас-қабағыма қарап отырудың өзі қол жетпес бақыт қой. Бақыт сол, байлық та сол. Енді қызыңыз осы бағытты таңдаған кезде сіздің көзқарасыңыз қалай болды? Бұл өзі солай әкесінен негізінде әкеше біздер өз бұрын өнер адамдар болғанбыз. Өзіне дарыды, соны өзі түскісі келді. Қарсы болған жоқ, әкесі қолдап қоршады. Мен кішкене қарсы болдым. Бірақ әкесі қолдады, барады деп. Соны әкеп түсті өзі. Өз күшімен де жеңбеймін. Енді өзі өнерде, күйеу балаңыз да өнерде. Өте жақсы бала. Аллаға мың сан шүкір. Өзімнің балам, өз балам ғой, баламдай. Күйеу деген жанамат болғанмен, баламыз, бала деген. Мейрамбек, Микош! Қол соғу керек, Микошқа қол соғу керек. Әне, зет көрсетіп отыр Микош. Папасына тартқан Микош, папасына тартқан, жұлдыз болам дейді Микош. Солай ғой, билейді, өлең айтады, бәрін біледі Микош. Сол кішкентайдан бастайық. Есімін кім қойды? Ақмарал ханым, айта кетіңіз, ұлыңызбен таныстыра кетіңіз. Сіз, мен екі баланыкін есімін мен қойғам, ал кіші баланыкі... Бұл іштеп жатқанда, бұны мен Ақмырза деп қойғым келді. Бұл кісі шайх ислам деп, біреу исламға кетіп қалды, біреуміз қазақи кәдімгі есім. Содан кейін енді біз енді Мейрамбек Беспаевтың отбасымен араласамыз, ол кісінің жұбайы Мархабат, бұл кісінің жақын құрбысы. Енді Мейрамбек екеуміз өнер табыстырған, бір-бірімізді ағалы інілі болып жүрміз ғой дегенмен де. Сөйтіп, жаңағы перзентханадан босанып алып шығатын кезде Мейрамбек келеді ғой. Енді жұбайымен, біраз достары өнердегі. Сөйтіп, содан шыққаннан ағамыздың үйіне барамыз. Ол кезде біздің үйіміз кішкентай, 2-ақ бөлмелі. Ағам біздің үй үлкен жүр деп біз сол үйге бардық. Одан шығып, содан кейін өзіміздің ақыры кішкентай 2 бөлмелі үйімізге қайтып келдік қой. Өз қолына ұстап, өз машинасымен алып келді. Көтеріп, өз машинасы салып, содан кейін ойландым. Таласқанға таста жоқ. Сен шайх ислам, мен Ақмырза. Құдай өзі айдап, Мейрамбекті шаңырағыңа бір емес 2 шаңырағыңа әкеп тұр. Неге осы азаматтың атын қоймаймыз? Енді ырымшылымыз ғой. Осы бала енді өнерге жақын болса екен деп, сол кезде біз іште тұсауын кесіп қойғанбыз ғой өнердегі. Сөйтіп Мейрамбек жарайды, атымды қойсаңдар қойыңдар деп сол жерде күмілжіп, содан кейін ақыры темірді қызғанда соқ дейді, сол кезде тұрды да бәрібір кіндік әке мен кіндік шеше керек болады, сен енді кіндік әкесі бола сал. Мамасы жаңағы жұбайы кіндік анасы болсын деп. Содан бәрі сол бір сәтте бір дастархан басында шешілген әңгіме ғой. Сөйтіп Мейрамбек, Микош. Байқағаным, камераны жақсы көреді екенсің, иә? Иә. Кім болғың келеді болашақта? Актер? Актер. Иә, сен осы уақытқа дейін түсіп үлгеріпсің ғой. Біраз киноға ма, сериалға ма түстің ба? Иә. Қиын бекен. Алина мен түстім о. Қиын бекен, не істеу керек екен ол жерде? Қиын емес. Бір сөз жаттау керек болды ма? Аха. Иә, айтып бердің ба бәрін?
Енді тағы да түскің келеді, иә? Я тағы да түсем. Иә, енді қазір ағалар түсіріп жатыр ғой сені. Бір өлең ба, тақпақ па білесің ба? Есіңе түсе ме? Айт, мен қазақпын айтамын. Мен қазақпын. Ман тіліліп, ман тіліме. Жүрге кімде танысып, ман тілімін. Иә. Жолың болсын, енді әрдайым бар мақсатыңа, арманыңа жете бер. Үлкен актер бол. Иә? Я. Иә, бұйырса. Әумин, рахмет. Енді қыздарыңызбен таныстығы, жаңа ұлдарыңызбен де танысқымыз келеді. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Мектеп бітіреді Алла қаласа келесі жылы. Келесі жылы. Иә, бір емес бірнеше сыныпты атап өтті деп айттыңыз, иә? Қандай қызығушылығыңыз бар сіздің? Маған көп сұрақ қойма деп айтқан едіңіз ғой, жаңа қатты қинамаймын. Әдірше қатты қызықшылық жоқ. Болашақта енді кім болғыңыз келеді? Әдірше финансист ойда. Финансовый менеджер. Басқа ешқандай қызығушылық жоқ па? Жоқ. Әнге, театрда, жол ашып беретін, жол сілтейтін жандар бар ғой, әке-шешеңіз. Таңғаламыз ғой, екеуміз өнер адам бұл кімге тартқан деп. Бұл математик. Мына әжесі математик, менің әжем математик болған. Сіз енді аға өзіңіз қателеспесем, дұрыс болмаса түзетерсіз, театрда 1993 жылдан бері қызмет етіп келесіз, иә. Иә. Негізі бір сөзіңізде айттыңыз, адам, өнер адамы, талантты адам болса, әрдайым даму үстінде болу керек, өзгеріп тұру керек, өзгерісті талап етеді, қажет етеді деп. Бірақ сіз сонау 93 жылдан бері бір жұмыс орнында әлі де келе жатырсыз. Ол өнерге махаббат па, жоқ әлде неге? Неге жұмыс орнын ауыстырмасқа, неге бағытты көрмеске басқа? Енді біздің театрға зер салып қарайтын болсаңыз, Лидия Каденова жүр, иә? Қадырбек Демесінов те жүр. Неге олар басқа жаққа кетпейді деймін де, мысалы, эстрада жанрында Лидия апай қандай тамашамен белгілі болды, иә? Киноға да түсіп те жүрді, бірақ бәрібір біздің түп қазығымыз ол театр. Менде сол телевидениеға шын мәнінде түбегейлі бет бұруға мүмкіндік болды, бірақ бәрібір театрды қимайсың. Екеуін енді параллельді қатар ұстауға тырысып жүрміз, қолдан келгенше, бірақ біздің түп қазығымыз ол театр. Театрдан кете алмайсыз, өйткені ол тірі ағза дейді ғой. Бір күнің екінші күнге ұқсамайды. Бұл завод емес, станок емес, бұл театр. Сондықтан да Ақмарал екеуміздің де таңдауымыз осы театр болғаннан кейін, енді соның жаңағы отымен кіріп, күлімен шығып жүрміз ғой. Енді кәрілігімізді сол театрда өткіземіз деп елестетеміз енді, сондай. Иә, бұйырса. Енді осы уақытқа дейін қанша жылдар өтті, үлкен тәжірибеңіз бар, қаншама рөлдеріңіз бар десе де, өзіңіздің жаныңызға жақын қай рөлді айтар едіңіз? Енді рөлді негізі бөлуге болмайды дейді ғой, әрқайсысы әр қырынан жақында. Бірақ мені жалпы актерлық ашқан, осы актер ретінде қалыптастырған рөл ол Қозы Көрпеш деген жантық рөлі. Иә. Соны ерекше атап өткім келеді. Оған дейін Қыз жиырмаға толғанда деген бір романтикаға, лирикаға жақын бір сарындағы рөлдер болды. Бірақ менің сол қалыптасуыма сол жантық. Ал қазіргі кезде енді әр жастың өзінің бір өткелілері бар ғой. Қазір енді ревизордағы Чебутыкиннің рөлі. Ол 60-тағы адам екен. Мен енді 22-демін ғой. Бірақ сол бірінші осы үлкен ересек рөлді сомдауым. Бірақ маған ұнады. Сол 60-тағы адамды ойнау. Яғни әр кезеңнің өзінің бір сәтті рөлдері болады деген. Ақмарал ханым, сізде ше? Мен енді рөлдеріме шүкіршілік етем. Бірақ өзімнің арман қиялымдағы рөлді әлі ойнаған жоқпын. Қандай ол? Ол қарама-қайшы, өзімнің табиғатыма қарама-қайшы, возрастной и қарама-қайшы отрицательный роль армандаймын. Негізі ондай қойылымдар бар ма? Жалпы осы кісінің рөлін сомдағым келеді дейтіндей, жоқ әлде жалпы өзіңіздің ойыңыздағы? Жоқ, ол ойымдағы ол жалпы. Мына рөлді ойнаймын демеймін, шүкір, осы 23 жылда барлық рөлді ойнадым. Біздің қоғамда актер деген мамандыққа әртүрлі көзқарас қалыптасқан. Себебі театр енді ол киелі сахна, иә, кәдімгідей үлкен өнер. Енді кино актерлары бар, оны өзіңіз білесіз. Арасында оқығаны да бар, оқымағаны да бар, бірақ барлығы дерлік өздерін актермін деп кеудесін қағады. Сондағы сіздің ағалық кеңесіңіз, ақылыңыз болсын кішігірім жастарға, мен актермін деп айту үшін де енді оңай нәрсе емес қой. Жауабы бар бұның да. Әліппе деген бар ғой, әр нәрсенің өз әліппесі болады. Мысалы, қазір енді алысқа бармайық, Дулық Ақмолдан алайық, кинода көбісі арғы тереңін өңілмеген көрермен ойлауы мүмкін, кино актері ғой осы, кино, ол театрда ойнайтын көбісі біле бермейді. Ол үлкен тәжірибені, тренингтің барлығын театрдан алды ғой.
сол сияқты енді режиссердің енді білмеймін ол қателігі ма жоқ енді өздері қазаншының өз еркі ғой қайдан құлақ шығарса көшедегілерге әуес болды ғой кәдімгі мынаның фактурасы келеді типажы келеді деп сол бағытта ғана алады мен енді соған шын мәнінде кішкене қарсымын өйткені актер ол әліппе оқыған үйренген соны мектебін бітірген профессионал актер бірінші кезекте ойнау керек содан кейінгі екінші планда ол көшедегі актерлар тұру керек қой қалай болғанда да осы орайда шәкірт тәрбиелеуге көзқарасыңыз ол үлкен жауапкершілік сондықтан мен өзім мойныма ондай жауапкершілікті алуға қорқамын шын мәнінде өйткені мен оған көп уақыт бөлуім керек солармен бірге болуым керек олар да біреудің жалғыз баласы немесе ұлы қызы дегендей мен енді осы балаларымды жеткізіп алайын құдайға шүкір 6 баламды жеткізіп алайын сонымен отбасы ошақ қасы басқа да тірлік бар дегенедей сондықтан енді оған мойын бұрған жоқпын кім білсін енді ақмарал айтады ғой өзі 60-тан кейін ұстаз болып та үлгересіз деп қойды енді оны уақыт көрсетеді енді байқасаңыз қазір әріптестеріңіздің басым бөлігі өздерінің жекеменшік театрларын ашып жатыр ғой кішігірім сатираға қатысты болсын былай да болсын түрлі қойылымдар орын алып жатыр сіздің ойыңызда ондай нәрсе жоқ па жоқ мен сол жеке театрда ойнасам оған да құдайға шүкір деп ойлаймын ағамыз қандай әке және Ақмарал ханым қандай ана сіз бастаңыз енді ол театр өзіміздің енді екінші үйіміз ғой расымен таңнан кешке дейін жаңадан рөл алған кезде таңнан кешке дейін үй көрмей кететін күндеріміз болады бірақ ең бастысы театрда біреуді сомдау оңай емес сондықтан біз өмірде біреуді сомдамаймыз ойнамаймыз шаршаймыз да өзімізбен өзіміз болған жақсы сондықтан да біз шынайымыз ешқандай бір маска жоқ майысу жоқ қалай бар солаймыз енді мен Рахман аға деймін барлығы неғып ағаға дейсің енді жас үлкендігі бөлек бірақ бұл кісі мен театрға келген кезде енді атынан ат үркейтіндей кәдімгідей дәрежеде қазірде енді солай ғой сол кезде кіріп мына кісіні тірідей көру қызық екен ғой деп сөйтіп жүргенде енді аға деп кеттім да кейін енді сөйтіп аға болып қалды ал мен мақтанышпен айтам шүкір Рәкең керемет әке балажан өте балажан енді балалар десе барлық мен үйде кішкене қаталмын ғой енді бір адам қатал болу керек қой мен қаталдаумын бұл кісі жүрегі жібіп елжіреп тұрады керемет жүреді бірінші рет айтып отыр жағып отыр қалай айтты иә ал сіз ал енді мынандай бір сөз бар әкенікі оқ шешенікі шоқ дейді ол шоқ ол бір жетседі күйдіреді ал оқ деген енді өлтіретін нәрсе ғой сондықтан да көп жағдайда жаңа үйде кім қатал деген кезде әкенің қаталдығы болады бірақ ол менің табиғатымда жоқ нәрсе бірақ мен іштей көзімнен біліп қояды бұлар мен ренжіген кезде түсіне қояды қабағымнан көбінесе қатал болып көрінетін анасы керек болса жаңағы қолындағы шыбықпен қағып жіберуі де мүмкін дұрыс болмаса бұл кісінің құралы тәпішке үйдің тәпішкесін шығып кетсе де ақырындап анасына қарап қыз өсер әкеге қарап ұл өсер дейді ғой көп жағдайда кімнің ғажайыптың көзінен байқаймын анасымен мақтанады бұл жерде бәріміздің енді айналып келген кезде айтар ойымыз біздің үйдегі мына үлкен әжелер институтының барлығы ананың барлығы осының барлығы үйде отырған анамыздың арқасы өмірден қайнатам кетер кезде тапсырып кеткен екен кенже қыз ғой бұл әкесінің ең сүйікті қызы болған ғой сол кезде әкесі қайтыс болғанда талып қалған ғой 11-ші сыныпқа шейін қойында жатқан әкем әкесінің қасында ол сияқты жатқан ғой соны естіген кезде талып қалған ғой кәдімгідей бұған бөлек елдер дүрлігіп әкесінің жақта өліп жатыр өзім жақта алып жатыр дегендей сондықтан аманат қылып қайтып кеткен ғой ауырып жатқан кезінде сол енді көрерменнен сұрақ тууы мүмкін ғой жаңағы анасы бірге тұрады екен деп әйтпесе ұлдары да қыздары да міне деп тура күтіп отыр бірақ сол аманатты арқалап
осы шаңырақта бірге жүргені, осы балаларға қарап жатқаны, осының барлығы сол жауабы сол жалпы айтқан. Ал Рахман мырза, Ақмарал ханым, сіздердің шаңырақтарыңызға келгенімізге өте қуаныштымыз. Отбасыңызбен танысып жатырмыз. Көп рахмет, жалпы уақыт тауып көңіл бөлгеніңізге. Жаңа бау-бақшаны қарап жатқан кезде өрікті айтып тамсанып жатырмын ғой өзімше. Үйде сіздің де анаңыз бар, сондықтан да қос үйден құр шықпа дейді. Мынау тосап жасырған барып анаңызбен барға дәмін татып өріктің вареньясы тосап. Көп рахмет. Көп рахмет.